Құрметті комиссия мүшелері, еліміздің азаматтары, азаматтық және заңгерлік қауымдастық өкілдеріне, конституционалист ғалымдарына, құқықтанушыларға, лингвистер мен филологтарға, түрлі сала сарапшыларына, қоғамдық ұйым өкілдеріне, тәжірибелі заңгерлер мен адвокаттарға ең бастысы ата заңның тағдырына бей-жай қарамай өз ұсыныстарын білдіруде азаматтық борышы санаған мыңдаған азаматтарға шынайы ризашылығымды білдіремін. Тіпті сын тұрғысынан айтылған пікірлердің өзі мәтінді жетілдіруге комиссияға түрткі болды. Біз әрбір уәжді жан-жақты саралап, халықаралық тәжірибе мен ұлттық мүддені өзара сабақтастыра отырып, салмақты шешімдер қабылдауға ұмтылдық. Сонымен қатар, Конституция бұл елдің барлық заңдары мен нормативтік актілеріне бағыт беретін негізгі бағдаршам екенін есте сақтаған жөн. Ол заң шығару үрдесіне бағыт береді, жол сілтейді. Конституция негізгі қағидаларды адамның және азаматының іргелі құқықтары мен бостандықтарын, мемлекеттік және ұлттық мүдделердің негіздерін бекітеді. Сондықтан Конституцияны шамадан тыс жүктеуге келмейді. Қалған мәселелерді парламент, ол енді құрылтай болатын болса, және мемлекеттік органдар қабылдайтын заңдар мен құқықтық актілер арқылы реттеу көзделген. Егер кейбір ұсыныстар мәтінде тікелей көрінбесе, бұл олардың назардан тыс қалғанын білдірмейді. Керісінше көптеген идеялар алдағы заң шығару жұмысының негізіне айналып, конституциялық баптарды нығайтып, әрі қарай дамытуға ықпал етеді. Комиссия мүшелерінің басым бөлігі жаңа конституция жобасын республикалық референдумға шығаруды қолдайтынын білдірді. Сондай-ақ азаматтық қоғамда да референдум өткізуді қолдаушы ұстанымның байқалатынын атап өту қажет. Ол да көпшілік. Комиссия президент жанындағы консультативтік кеңестік орган болғандықтан көпшілік пікірін ескере отырып, мемлекет басшысына пысықталған жаңа конституция жобасын республикалық референдумға шығаруды ұсыну қажет деп санаймын.